Индонезияда ішінде 62 жолаушысы бар ұшақ апатқа ұшырады. Джакартадан ұшып шыққан жолаушылар ұшағы ұшаққан сәтте радардан жоғалып кетіп, кейіннен оның апатқа ұшырағаны анықталды. Бортта шамамен 62 адам болған еді. Барлығы дерлік қаза болды. Лента.ру хабарлауынша, ұшақ суға құлаған. Оқиға орнында адамдардың денелері мен ұшақтың қираған бөліктері ғана табылған. CJ-182 рейсі Жакартадан Понтианакқа жергілікті уақытпен 14:37-де ұшып шыққан болатын. Flight Radar сервисінің мәліметтеріне сүйенсек, әуеге көтерілгеннен кейін 4 минуттан соң әуе кемесінің ұшу биіктігі 3000 метрге түсіп кеткен. Апатқа ұшыраған Boeing 737 525 жыл бойы қолданыста болған. Ол 1994 жылдың мамырында ең бірінші рет әуеге көтерілген болатын. Авиациялық апаттар тізіміне осы Индонезиядан ұшып шығып теңізге құлаған Boeing 737 MAX ұшағы да кіріп отыр. Бір сәтте 200 адамның өмірі киноның лентасындай айналып барып үзілді. Суыт хабарға жақындағы жұрт елең етті. Ажалдан, төтеңнен келген кеселден сақтандырылған кім бар дейсің?